Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді тапа нан дайындайтын боламыз. Мынау суығаннан кейінгі түрі өте жұмсақ, ортасы осылай жақсы көтеріледі және ең бастысы тез дайын болады. Видеодан көріп тұрғаныңыздай жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен заказға дайындасаңыз да болады. Шұңғыл ыдысымызға 400 мг жылы суымызды, 1 шай қасықтан сәл асырып ашытқымызды, 1 қасық қант, 1 шай қасық тұз, 50 мг сұйық майымызды қосып араластырамыз. Үстіне 700 грамм мөлшерінде ұнымызды қосып, барлығын біріктіріп, қамырымызды илеп аламыз. Бауырсақтың консистенциясы сияқты қамыр шығады. Қатты сұйық, қатты да болмайды, орташа болады. Кішкене ғана су қостым. 1 шай қасықтай кітті ғана тамызып, осы барлығын біріктіріп, қамырымыздың бетін жауып жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағатта жақсы болып көтеріліп шығады. Жарты сағаттан кейін алып, тағы да бір қайтарып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Барлығын осылай қайтарып, иінін қандырамыз әбден. Қолға жабыспайтын әдемі қамыр шығады. Бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, қайтармаймыз, тура 2-ге бөлеміз. Тапамызға осындай өз қалауыңызға қарай форма жасап аласыздар. 2-ге бөлдім. Бір тапаны пісірсеңіз де болады. Осылай 2-ге бөлген жақсы. Қалыңдығы да барлығы әдемі болып шығады. Өстіп тапаға салып алғаннан кейін бетін жауып 20 минуттай көтерілуге қойып қоямыз. Сол кезде тапа нандарыңыз жұмсақ болып шығады. Мінекей 20 минуттан кейін осылай әдемі болып көтерілді. Бетіне жұмыртқа жағып, пешке 30 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Осындай әдемі тапа нанымыз дайын. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Комментарий, лайк басыңыздар.